мына кісіні жабай адам шығарып жіберіңізші, сіз екеуміз сөйлесейік. Мен жауап отырмын, сенімен сөйлескім келмейді, айналып кетейін. Уақытым. Нұрлан ата, тоқташ, тоқта. Мысалы... Жауап мен, микрофон жауып. Иә. Асты тағы бір осыған бар. Енді мысалы, жан аза деген сөзді бөліп қараймыз ба, или бір сөз ба? Сосын енді бұл арабтың сөзі ма, қазақтың сөзі ма? Осыған тоқталайық. Иә. Жабай адам қалайсыз, амансыз ба? Бірінші қал-жағдай сұрасып болайық. Отбасы, балаларыңыз, денсаулығыңыз қалай? Шүкір. Көңіл күйіңіз. Енді дені дұрыс эфирлердің, дені дұрыс жүргізетін ведущийлардың бірі өзіңізсіз ғой енді, Алла разы болсын. Тоқташы. Көптен бір қол тимей жүреді. Енді жаназаға келейік. Сіздер жаназаны арабтың сөзі деп отырсыздар. Араб ұлтынікі деп меңзеп отырсыздар ма? Исламнан келген деп отырсыздар ма? Әлде қазақтікі деп отырсыздар ма? Қазақтікі деп отырық. Енді онда маған мен сізге бір сұрақ қойыншы. Бір сұрақ қойын. Сіздің арабша білесіз ба? Азмаш шамал білем. Жақсы. Ал енді сіздің ойыңызша кімнен келген сөз бұл? Біз бірінші жабай адам, біз бір нәрсені анықтап алайық. Анықтап алайық. Сіздер айтып отырған жаназа деген сөз қазақтың сөзі дейсіздер, иә? Оны арабтың сөзі деп жүрсіздер, солай ма? Жоқ, қазақтікі деп жүрік. Онда неге арабтың сөзі арабтан келген деп айтып жүр? Жоқ, жаңа мына жерде пікірталас интернет солай хабар берді. Интернеттен сөйтіп мен түсіндіріп өтейінші, ол информацияны алып келген менмін, дауысым естіліп тұр ма? Мен түсіндіріп өтейінші. Так, бағалда исламнан келді ме, қазақтан келді ме деп айтып тұрсың ғой? Арабтан келді ме деп. Арабтың өзінен келмеген, исламнан келген деп тұр. Арабтың өзінде жаназа жасау, сапқа тұру мүлдем болмаған деп тұр. Исламнан келген. Жаназа сөзінің түп төркіні, енді ол арабтан келді ме, неден келген білмеймін, басы осы сапқа тұрудан басталды. Сапқа тұру бұрынғы арабтарда жоқ, исламнан келген деп тұр. Ал жаназа сөзі де прямой қазаққа сол арабтан ба, исламнан ба, короче, сол жақтан келген деп тұр. Түбі сияқта. Дұрыс. Ары жалғастыра беріңдер. Ал енді біз бір нәрсені анықтап алайық. Жаназаның бейнесін анықтап алайық, жабай адам, Жаназаның бейнесі қазақта қандай болады? Бейнесі дегенді қалай түсінуге? Сипаты. Рәсімі ме? Иә. Қазақтың жаназасы қандай? Және сол жаназа сөзінің мағынасына келейік. Мағынасына келейікші, бірінші мағынасына келейік. Ол жаңа жан деген сөз мысалы қазақшадан орысшаға аударылады. Арабшаға білмеймін аударылатын, аударылмайтын. Жан деген душа болады. Аза деген сөзді аударуға болады шығар. Енді азат деген бар, азия деген бар, озат деген бар. В общем, аз деген сөз қазақта да бар. Малы болып аударады. Ал енді араб тілінде осы орысшадан аударасың ба, қазақшадан аударасың ба білмеймін, енді сауатым бар дедің ғой жаңа, азмас. Осы неде қала ма, или басқа периодқа шыға ма? Енді сіз жаназа сөзі қазақтың сөзі деп отырсыз, дұрыс па? Иә. Енді маған соның мағынасын жан-жақты айтып беріңізші. Жан-жақты айтып берейін ба? Жан-жақты. Енді ана кеткен кісінің жаны шығып, соны аза тұтып дегенде құрмет дегенге келетін шығар. Соны құрметтеп, о дүниеге аттандырып, ана кісінің жаңағы жуындырып, шайындырып, дәретін алып, ona кетіп баратқан қалған ұрпақтарына сүйекке таңба болмайтындай іс әрекеттері бар ма жоқ па соны көрсете біліп сөйтіп шығарып салған деген рәсім құрмет жаңағы сүйекке көрсеткен. Тағы басқа? Енді пока осылай жетіп тұрған ойым. Ал сіз не айтасыз? Енді жақсы, біз сіздің сөзіңізбен ары қарай кішкене жылжайық, сіздің сөзіңізге қарай. Иә. Сіз айттыңыз дәрет алғызу, жуындыру дедіңіз, жерлеу дедіңіз. Оны қай жақтан алды қазақ? Бұрыннан біліп ойлаймын.
соны маған дәлелдеп бересіз бе? Бұрыннан қай жерден, қай жерден алған? Жоқ, қағаз бойынша, документ бойынша мен саған ештеңе әкеле алмаймын. Бірден айтайын. Аха. Сен менің айтқанымды просто логически келді шындыққа жанасады, или логически қабылдай алам десең де, әңгімен жолы өтеміз. А документ сұрайтын болсаң, ол уже менде документ жоқ. Сенің енді Құраныңда, қағазыңда түскені бар шығар, исламның несінде. Сондықтан сен бірден жеңіп кеттім деп шығып кете берсең болады. Жоқ, мен бір жеңу үшін жабай адам. Болмаса бір мойындату үшін келіп отырған жоқ. Bir пікір алмасуға келіп отырмын. Жақсы онда. Мен жеңу, бір қарқылдап күлу, біреуді кемсіту, онда адам жай сөйлесу, талқылап көрейік, жан-жақты әңгімелесіп. Мақсатым жеңу емес. Жақсы ал. Енді мен айтып болдым деп айтайын ал. Аха, енді дәрет деген сөзді неге қолдандыңыз жаназаға? Так, дәрет деген сөзді ма? Қазір айтам. Так, мында кісілер сұранып отыр, көтерейін бе, көтермейін бе? Сіз екеуміз сөйлесейік, ешкімнің керегі жоқ, жабай адам. Жақсы ал. Сіз жаңа жуындыруды қазақ Дәрет дегенге келейік енді, жақсы. Аха, сіз жуындыруды дедіңіз. Ол жерде қазақтың жаназасында жуындыру бар, көму бар, дәрет алғызу деген барды айттыңыз. Сіз енді жуындыру, дәрет алу деген сөзді неге қолдандыңыз? Ол сөз қай жақтан шыққан, оның қандай мағыналары бар? Рәсімдік мағыналары бар, мәні бар. Дәрет деген сөзге келетін болсақ, енді дәрі деген сөзден шыққан шығар деп ойлаймын. Ет дегені сделай. Енді оны сделай. Мен енді білетін тілім орысша, сондықтан орысшаға қарата аударып, сояққа қарата со жағынан сөйлеймін. Логика жағынан дейікші. Енді асып баратқан білімім жоқ. Сондықтан дәрі ет деген чистотаға кел деген сөз, тазалыққа, гигиенаға. Дәрі ет деген сөзді қайдан алдыңыз? Өзімнің ойыммен жетіп тұрғаным. Бұл сөздерді өзіңіздің ойыңыздан алып отырсыз ба, логикаңыздан, е? Иә. Аха. Енді дәрі ет деген жаңағы тазалыққа, гигиенаға деген сөз. Ол тірі адамда да сондай құрметпенен жүрген. Сосын қайтқан адамды да сөйтіп жуындырып шайып, дәрі ет деген жаңағы дәрі дегенге келетін болсақ, мысалы ішіндегі қалып қойған жаңағы сыртқа шығатын қалдықтар тамақтан кейін соның бәрі іште сақталса, қазіргі таңда ғылым, медицина дәлелдеп тұр, ол уақытында шықпаса у айналады, адамдың организмін улайды деген. Ол жерде де жаңағы дәрі ет деген сөз, сен ана ішкі құрылысыңдағы ішіңдегі заттарды сыртқа шығармасаң, ол сені улайды. Шығарсаң, сен тазаланасың деген ұғым беретін болып көрінеді маған. Бұл себептен жаңағы гигиенаның ішіндегі сыртқы гигиена мен ішкі гигиенаның көрсететін сөз болып көрініп тұр маған. Мен қателесуім мүмкін. Так. Аха. Енді жуынып шайыну жаңағы рәсімдер ол. Айтып болдым ба деймін? Енді сонда бар болғаны сіздің айтып отырғаныңыз логикаңызбен, ойыңызбен, е? Иә. Біз енді әңгімені былай бастасақ қалай болады? Жалпы тарихты алсақ қалай болады? Қалай қарайсыз? Бара беріңіз баратын жеріңе дейін. Білмеймін. Енді сіз қалай ойлайсыз? Тарих қанша нәрсеге негізделеді? Тарих енді сізде тарихта шындық бар ма, жоқ па деген әңгіме ма? Жоқ, жалпы мен бұл айтқан себебім мына нәрсені меңзедім. Кез келген ұлт өзінің тарихын жалдау үшін бір белгілі бір негіздерге сүйенеді. Оны ғалымдар да мойындайды, оны әлем ғалымдары да мойындайды. Өйткені ұлт өзінің тарихын дәлелдеу үшін, тарихын жарқыратып алып шығу үшін ол кез келген үш нәрсеге негізделеді, соған сүйенеді. Сіз мына сөздеріңізді айтып отқан нәрсеге, не нәрсеге сүйеніп негіздейсіз? Логикадан басқа. Логикадан басқа сөздің жаңағы дыбыстық көрсеткішіне қарата. Филология дей ма, не дейді? Шамалы. Соған нетіп тұрмын. Жан деген сөз, аза деген сөз. Сосын жаңағы логика басқа ештеңе жоқ сияқты. Иә. Тарихтан енді бұл мен келтіре алмаймын, айттым ғой бірден. Аха, енді
дәрет сөз жуындыру біздің қазіргі қазақ қоғамында қазіргі данный момент қазіргі қазақтың жаназасы, иә, қазіргі болып атқан адам қайтыс болады. Адам қайтыс болғаннан кейін оны мысалға жатқызады, больницада қайтыс болатын болса больницадан алып келеді. Иә? Иә. Оған қазақтың арасында мейрам суы немесе дәрет суы деген сөз тіркестері бар, терминдары бар. Келсіз ғой, иә? Білмеймін, айта бер. Сол адамды жатқызғаннан бастап анау жерлеп, келіп, Құран оқып, дұға жасап, үйінде немесе кафеге келгенше, Құдай тамақ бергенше жасалатын рәсімдердің бәрін бір нәрсеге сүйеп айтыңызшы маған қазақтың жаназасын. Міне тарихтан ұштасатын жері бар ма деген әңгіме ма сонда? Иә, тарихтан, ғылымнан, грамматикадан, филологиядан, тіл ғылымынан, білімінен, жан-жақты, логикадан басқа. Так, енді мысалы сақ заманында, ғұн заманында біздің ата-бабамыздың жерлеу рәсімдері болған. Оларда мысалы атымен бірге көмген, әйелімен бірге көмген, және сол бүкіл алтын қару-жарағын бәріменен көмген. О дүниелікте өмір бар деген бе, қайдан білейін, енді сондай ұғымдар болған дейді. Тамақты Сақ ғұндардың заманында, иә? Иә. Аха. Алтын адамдарды жаңа табылған, соның жаңағы деректері. Енді қазіргі таңда біздің қазақ мысалы жылқы сояды еркек адамға. Аха. Сол замандағы жаңағы көметін жылқыны бірге көмгеннен сол бергерек келгенде ана дүниеде оған қажет емес екенін білді ме, білмеді ме, енді бірақ сонымен ұштасатын жері еркек адамның жаңағы жылқы сойып, өз мінген жылқысын күзеп, бір жылдық асына сояды. Ол жаңағы көнеден келіп сақталып қойған байланыс сияқты болып көрінеді. Енді оны ешкім дәлелдеген жоқ. Сондықтан документ жоқ деп айтуға болады. Сондай байланыс бар. Енді одан қалды қазіргі таң кешегі күнге дейін қазақтың дүниесінде жаңағы ана кісінің киген киімін таратып беретін жаңағы ішіне кіргендерге. Аха. Оның бәрі де жаңағы сол сақ заманымен байланыстың бір себебі сияқты. Сосын қайтаған айту болады о жерде. Так, ойыма кірген осы. Жаңа бір апелляция келіп, соған басым деп ойым бұзылып қалды. Ал енді мен біраз затты айттым, енді сіз енді келтіріңіз тағы. Тағы елі қойыңызшы, сұрағыңызды қоя беріңіз. Я сол сұрақпенен жақсыдан әңгіме өрбейді да, о жерде ойламаңыз. О жерде мәселе сізде бір кемісті, бұл жеңу емес, ол мәселе. Мен де білмеймін. Мысалға сізде маған сұрақтар қоясыз, мен де білмей қаламын мысалға. Онда тұрған ештеңе жоқ ол. Иә, ештеңе жоқ онда. Иә, ол бір анықтау ғой бір. Енді қазіргі жаназаны неменен байланыстырасыз енді? Қазақтың қандай салт дәстүріменен, қандай тарихыменен, ғұн-сақпенен қалай байланыстырасыз? Жаңа есіме түсті. Сол кезде жаңағы әйеліменен, құлдарыменен, күндеріменен көмген дейді. Қазіргі таңда кешегі күнге дейін біздің қазақтың ішінде бетін жыртып, жоқтау айтып, нететін себептері сол ана көне заманнан қалып қойған. Енді мысалы сіңіп кетеді ғой, ерімен бірге көмілу керек деген сияқты. Сол себептен біздің қазіргі кешегі күнге дейін жоқтап өлең айтуы, жоқтап бетін жыртуы, шашын желбіретіп жіберіп қоюы, соның бәрі жаңағыдай көріністерден қалғанның ұғымы деп түсіну керек сияқты. Ол кәдімгі о дүниенің байланысы. Сосын жаңағы тағы нені айтайын деп едім. Аха. Сондай байланыстардың көрсететін себептер сияқты. Аха. Енді жабай адам қараңызшы, кез келген нәрседе ақыл жүреді. Одан хабарыңыз бар ма? Енді жаңағы ақыл ретінде бұрын көмген заттарды бергеректе көмбейтін қылып, халыққа таратып, ана кісінің иісіндей көрсін деп, ең болмағанда киімі тозғанша есте қалсын деген ұғымменен жасалған жаңағы нелер ғой. Аха. Енді мен сізге былай сұрақ
қойып көрсем жабай адам. Енді сіз жабай адам деп тұрсыз, ренжімеңіз, енді атын ренжімеймін, айта бер. айта берсем бола ма? Енді ыңғайсыз екен. Қазіргі таңда қазақтың жаназасы қандай дінмен байланысты болып өтіп жатыр? Қалай ойлайсыз? Қай дінмен? Қазіргі таңда жаңағы жаназа бүкіл рәсімдер жаңағы қалай еді, суфизмнің кезінде ме или оның алдында ма исламменен ұштасқан жерлері бар. Ол қазіргі мына түркі халықтардың ішінде қазақтардың, мына өзбектердің де несінде бар, жаңағы исламменен ұштасып кеткен жерлер. Бірақ жаңағы ары қарата барсақ, түркі халықтардың сақаларға, олар христиан дініменен ұштасып кеткен жерлері бар. Жаңағы баяғыдан қалған гунсак заманындағы ұғымдар. Яғни қазіргі таңда біздің қазіргі таңда Қазақстанның 19 облысында, бірнеше аудандарында, бірнеше қалаларында, бірнеше ауылдарында 90%-дан асып жығылатын деп айтайық, иә? 90%-дан асып жығылатын Қазақстанның қазір әр түкпір елдерінде тәңіршілдік дүниетаныммен дәстүрді байланыстырып па, әлде атеизммен дәстүрді байланыстырып па, әлде исламменен дәстүрді байланыстырып жаназасын шығарып жатыр ма? Қалай ойлайсыз? Қай дінмен ұштастырып жаназа шығарып жатыр? Исламменен. Аха, оған қандай дәлеліңіз бар? Енді жаңа Құран оқиды, намаз шығарады, нетеді. Ал енді мен сізге бір сұрақ қояйын. Бата бұрын болды ма? Или жаңағы исламның несі бұрын болды ма? Вообще діннің несі бұрын болды ма? Түсінбедім, дұрыстап анықтап айтасыз ба? Анықтап айтқанда. Мысалы қазақтың, сұрақты дұрыс қоя алмай тұрмын. Сөз жоқ. Енді мысалы былай келейік онда. Қазақтың дүниесінде мысалы қолға су құйып отырғызатын дәстүр бар. Сосын тамақ жеп болғаннан кейін қолға су құятын тағы да дәстүр бар. Сонда мысалы Құран оқыған адамға бұрын құя ма, или бата берген адамға бұрын құя ма? Бата берген адамға суды бұрын құя ма дейсіз ба? Иә. Енді шетінен бастап құймайды ғой бізде, өзінің рәсімі бар. Аха. Енді білмедім, ол бата берген адамға бірінші құя ма, бірінші құймай ма, ол жағын білмедім. Жақсы. Енді білмесең, мен білгенімді айтып көрейін. Қабылдайсың ба? Қабылдамайсың ба, өзің білесің. Мысалы, бата бергенге бірінші бастап су құяды. Сол бата берген кісіден құйғаннан кейін, соның оң жағына екі кісіге құяды да, қайтадан солға қарата айналып кете береді. Сонда ол қазақ, ол неменен, енді біздің жақта солай, енді қалған жерде білмеймін, мүмкін басқаша болуы мүмкін. Соныменен не көрсеткені? Қайдан қалған зат деп ойлайсыз дегенім ғой? Білмедім. Енді бата туралы кішкене көреміз ба? Әрі бері қозғап, жабай адам. Жігіттер, бір минут. Жабай аға сұрақ қойып кетейінші? Иә. Жабай аға, қараңызшы, сіз құда шақырып отырсыз. Иә. Батаны құдаңыз берген жоқ, жанындағы адам берді. Сонда суды бата берген адамнан құя ма жоқ? Сіз күтіп отқан, арнайы күтіп отқан құдадан бастап құя ма? Бата берген адамнан бастап құя. Бәрібір бата берген адамнан ба? Құдадан да үлкен болып кетемін осында бір батаның арқасында? Иә. Все, жақсы. Енді әр жердің салты басқа, иті қарғасқа дейді ғой. Енді жабай адам қараңызшы, жалпы бата ол қазақтың төл сөзі. Келісесіз ғой, иә? Келісем, иә. Иә, бат түбірі. Қандай сөзден шығады деп ойлайсыз? Бата деген сөздің түбірі. Бата деген әр нәрсенің түбірі болады да, тамыры, өзегі болады. Жақсы, иә. Бата деген сөзге келетін болса, енді ол бат деген жаңағы акунист па, или утопист па, қалай енді. Сонда жаңағы неге ана берген затты сенің мойыңа сіңсін дегенге келтіреді. Және аумин деген сөзге келетін болсақ, ау деген перейди, ми деген мазги, ен деген ана берген адамның саған қасиеті жолығып, сол сенің жаңағы дүниеңде ені болып қалсын деген
мағынаны береді. Бата деген сөз сол ана неге тілек, енді қазіргі таңда тілек болуы мүмкін, ол я болмаса бір ас қайыру деген де болуы мүмкін, бірақ оның ең жоғары несінде сатысында тұратын зат бата. Сол батаға батудың себебін көрсетеді. Жеткізе алдым ба білмеймін енді. Жаңа жабай адам әу дегенді мен деген нәрсені сөзді қайдан алдыңыз ондай тілдік талдауды? Ол енді мысалы Қызық екен. христиан дінінде әмин дейді, арабтарда не екенін білмеймін. Енді соның мағынасын көрсететіндей қайтадан мен қазір сізге кітаптан алдым десем тауып бер деп айтасың, я болмаса нетесің. Енді жаңағы келмейді десең, енді күлкілі болса күлкілі шығар, қайдан білейін. Күшті кетті да жабай адам. Әу деген қалай дедіңіз? Ау, перейди. Қалай? Ана кісіден бері қарата ауып келсін деген сөз. Перейди. Мен дегенше мен. Ми деген мен емес, ми, мозги. Сосын ин деген? Ен. Меткі. Ана кісінің саған ауған қасиеті көрініп тұрсын дегендей. Қалуғанды дегендей. Бұл ақпаратты қайдан алдыңыз, сұрасақ бола ма? Логика. Логика ма? Енді қараңыз, мен сізге бата туралы мендікін тыңдап көріңіз. Тыңдаймын, айта бер. Жаңа бат деген сөзді дұрыс айттыңыз, түбірінен бат деген көне ескі түркі тілінен шығады дейді біздің ғалымдарымыз. Көне ескі түркі тілінен бат түбірінен шыққан, яғни бат деген сөздің жалпы түбірінің мағынасы жақсы тілек айту, сол адамға ризалық білдіру дегенді білдіреді дейді. Сонда а деген сөзді қосылғанда дейді, бата деген сөз шығып, тілдік неге қарай өзгеріп, ерекшелікке қарай өзгеріп, сол адамға алғыс айту, сол адамға тілек тілеу, сол адамға ризалығын білдіру. Былайша айтқанда бата, жақсы тілек, алғыс, игі сөз дегенді білдіреді дейді. Енді мына жерде мынандай нәрсе бар да, біз енді сіз айттыңыз ғой, араб тілінде дұға деген бар деп қалдыңыз ба, или мен айттым ба? Жоқ, айтқан жоқпын. Айтқан жоқсыз ба? Мен айттым онда. Дұға, араб тілінде батаны дұға дейді. Ад-дуа дейді ғой мысалға. Араб тілінен енген сөз бұл. Дұға жасау, дұға жасайық, қол жаяйық, дұға жасайық деген сөз, дұға деген сөз араб тілінен енген. Мағынасы шақыру, жалбарыну, Алладан тілеу, Алладан сұрау, Алладан ғана сұрау деген мағыналарды білдіреді. Сонда дұға деген сөздің мағынасы тікелей Алладан сұрау, сол Аллаға жалбарыну. Енді бата менен дұғаны салыстырайық. Екеуін салыстырып, мағыналарын ары бері қозғап, шайқап салыстырғанда, бата кімге бағытталады? Қалай ойлайсыз? Дұға кімге бағытталады? Так, енді мен қайтадан айтайын. Көп білімім жоқ, тек анда-сонда логикаға сүйенуім мүмкін, сосын бір жерден тергеніме. Дұға деген сөз жалбарыну деп тұрсын сен, ол жалбарынғанда күнге қарата жалбарыну деген сияқты ол бір деректерден көрген сияқтымын. Сондықтан ол дұға деген ислам дініменен ұштаспайтын, бірақ жаңағы арабтардың өзінің салт дәстүріне қалып қойған ұғым болуы мүмкін. Батаға келетін болсақ, ол кәдімгі батаны біреуден алуға барады, бір қасиетті бар кісілердің, сол кісінің жаңағы несі жоқсын деп. Мысалы, баланың өнері бар дейік, күйге тартатын домбыраны. Сол, мысалы, Құрманғазыға барып, сөйтіп батасын алуы мүмкін. Құрманғазының батасын алған, мысалы, Дина Нұрпейісова. Сол Құрманғазының ісін жалғастырды. Сол сияқты бата жаңағы бату дегенге келеді. Бату дегенге келетін болсақ, Шыңғысханның немересі Бату дейтін бар. Сол Шыңғысханның жаңағы несі дарып, қалай еді батасы. Шыңғысханның ісін әрі қарата жалғастырып, өзі сөйтіп тарихқа кірді. Оны бірақ жаңағы басқа ұлттағылар мағынасын түсінбей, Батый деді, Бату деді. Бірақ батыс дегендер бар, қазір айтып жатқан.
батыс жорығына шықты деп. Сол істі жалғастыру нені көрсетеді. Енді сіз айтқанда жаңағы араптан келді дегенге мен келісе алмайтын себебім, жаңағы қазақтың дүниесінде бата берген адамға бірінші су құятыны сол құрмет бұрыннан халық қойған, ислам келмей тұрғанда бата берген адамнан бастап құятын болғаннан сол кәдімгі алгоритм болып, аксиома болып халық қойған. Намазда, Құранда оқыса да, бірақ жаңағыдай рәсімі қолға су құю сол шегеленіп қалып қойғаннан кейін ол дұғадан бұрын бата деген болған. Аха. Сонымен жабай адам, біз енді сіздің салыстырғаныңызды тыңдадық, енді мен салыстырғанымды тыңдап көріңіз. Жақсы. Діни, жалпы рәсімдік салыстыру, діни шарғи, салт дәстүрлік салыстыру, оның мағынасын жалпы осыған салыстырғанда, бата кімге бағытталады? Бата адамға бағытталады. Батаны кімге айтады? Адамға айтады. Енді қараңыз. Бата ол адамға бағытталады, және адамға айтады, ризалығын адамға білдіреді. Енді мен сізден осы жерден бір нәрсені анықтап алайын. Сізден қазір осы жерде бір нәрсені анықтап алу керек болып тұр. Бата адамға бағытталады, адамға айтылатыны келісесіз ғой? Иә, тіпті сұрап барады. Мысалы, Құнанбай біреуден, Құнанбайдың ертіп апарып жаңағы әжесі ме, шешесі ме біреуден бата сұрайды, үшінші барғанда шақ береді. Ұмытып қалдым кім екенін. Айта беріңіз. Адамға бағытталады, бата адамға айтылады. Ол адамның адамға деген алғысы, адамға деген ілтипаты, ізгілігі, ризалығы, тілегі. Енді біз көрген, біз шалдардан көрген, біз кемпірлерден көрген, біз көрген, көз көрген, естіген, түйген баталарымыз, қазіргі таңда баталарымыз қалай болып жатыр? Бата менен дұға екеуі қосылған. Олай айтып жатқан себебім, мен мынандай баталарды естігем. Өркенің өссін, Құдай тілеуіңді берсін, Құдай өсіп өндірсін, Алла ниетіңе жеткізсін, Алла өбірлі шөбірлі қылсын деген бата мені дұғаны қосып, два в одном болып шығуына қалай қарайсыз? Яғни адамға да ризалығын білдіріп, енді сол адамның жақсы болуын, жақсаруын Алладан сұраған бата менен қазір болып жатыр да. Осыған не дейсіз? Жоқ, бұл жерде тілек пенен бата екеуі қосылып кеткен, бір-бірін ажырата алмай қалған жер сияқты. Асқа айыру ретіндегі жаңағы тілек пенен асқа айыру қосылып кеткен сияқты. Бірақ діни бұл жерде мен нені көріп тұрған жоқпын, бірақ діни жаңағы терминдерді қолданғаны болмаса. Енді қараңыз, мен қосылып деп айта алмаймын мен бұл жерде, менің ойым. Енді қараңыз, сіздің ойыңыз, жақсы, ол өзіңіздің, проблема жоқ. Мен ауылдың шалдарынан естіген мынандай батаны естідім де. Ол мысалы ауылдың шалдары, біздің де атамыз үлкен ас келгенде, құда болғанда, қонаққа барғанда, жалпы ата бір бас бергенде былай деп беретін. Ата бата беріңіз дейді. Ата бата беріңіз дегенде, жаратушы құдірет, тілегімізді қабыл ет, иманымызды кәміл ет, еліміз бен жерімізді жамандықтан аман ет дейді. Құдайым оңдасын, уайым қайғы болмасын деп, ғайберен қыршылтен қанатын жайып қолдасын. Екінші, дәулет басымыз болсын, қайырлы ұзын ғұмырлы бала шағаның жасы болсын. Не тілесек те Алла тағала тілегімізді қабыл етіп, кең Құдай кем қылмай, өліге иман, тіріге берекет берсін. Дастарханымыз мол болсын, басымыз аман болсын, қуанышымыз көп болсын, жастарымыз ақылды болсын, халқымыз тоқ болсын. Әумин, Аллаху әкбар деп дұға жасап бата беретін. Бұған не дейсіз енді? Мен жаңағын айтып кеттім ғой, бұл тілек пенен бата ұштасқан жерлер. Болмаса енді сіз маған дұға деген сөзді жаңағы жалбарынып Аллахтан сұрайсыз дегенде келтірдіңдер. Енді дұға ол жерде Аллахтың сөзін қосып, Аллахтың ісін қосып, Аллахтың бір қасиетін қосқаннан ол дұға тілеген емес қой. Ол адамға берген батасы, тілегі болып қала береді.
дұға деген сөзді енді сіздің аузыңыздан естіп көрейінші. Ол кәдімгі жалбарынып нету ғой, бір менің түсінуім бойынша ол күнге құрмет дұға деген. Осы жерді ажыратып айтып беріңізші маған. Түсінбедім. Дұға деген не мағынаны береді? Аллахқа жалыну ма, Аллахтан сұрау ма, или күнге көрсеткен құрмет па? Күнге көрсеткен құрмет деген қалай сонда? Түсінбедім. Енді мен білмеймін, сұрап тұрмын ғой, сіз айтып беріңіз, мен қалай ол? Негізінде қалай ол? Нені көрсетеді, нені білдіреді? Дұға деген сөздің мағынасын айтасыз ба? Араб тілінен енген сөздің. Жалбарыну Аллаға, Алладан сұрау, Алладан тілеу, Аллаға жалбарыну. Салауат етуменен намаз сонда не болады? Қалай? Салауат етуменен намаз дегенді қалай болады? Салауат ету дегенде сіз не нәрсені меңзеп тұрсыз? Намаз оқуды. Ас-солатул жаназа деген сөз бар ғой бізде. Жоқ, бар ғой, иә. Сіз қайсы нәрсені меңзеп тұрсыз? Кішкене анықтап айтсаңыз. Ой, так, ладно. Берме, сұрақты қоймай-ақ қойдым деймін. Мысалы қараңыз, ас-салауаты жаназа деген сөзді сіз полностью арабтың сөзі дегенге келтіріп тұрсыз ғой, Иә. Ислам дінінен енген. Арабтық емес. Салауату дегенде бұл жерде Алланың есімін айтып тұр ма? Я болмаса жаңағы дружбы деп аударылып тұр ма? Бейбітшілік деп аударылып тұр ма? Қай мағынада келіп тұр бұл сөз? Қай сөзді айтасыз? Салауату. Солату деген намаз. Намаз. Так, сонда салауату деген сөзді намаз. Жақсы. Енді мысалы мына қараңыз. Бала бол дейтін сөзі бар. Бала болдың не қатысы бар бұл жерде? Тоқта, енді мен қызыққа өзім қойып атқаным ғой. Бала бол деген сөзді сіз қалай ойлайсыз? Орыстың сөзі ма, қазақтың сөзі ма? Бала бол деген ба? Баяғыда мен ауылда айтатын бір ағаларымыз. Сен бала болсың деп әйтеуір бір кемісті прикол ұстап айтатын әйтеуір. Ауылда. Орыстан келген сөз деп. Орыстан келген сөз дейсіз, Жақсы. Сөйтіп түсінетінбіз, Жақсы. Енді орыстан келген сөз болса, енді екі әріппенен қазақшаның орысша атын айта салайыншы. Пизда бол дейтін сөзі бар. Не болып кетті өзі, Қызық болып баратқан сияқты ма? Или бұзық болып баратқан сияқты ма? Қызық емес, бұзық болып баратқан сияқты. Бұзық болып бара жатқан сияқты. Бұзық болып баратқан сияқты. Екеуі де мысалы аузыңа келгенді оттап әңгіме айтып отырсын дегенге келеді. Солай ғой? Білмедім мағыналарын. Ол жақта қатты былай зерттемедім. Жақсы онда. Жаңа сіз айтып отырған бар ғой, жабай адам. Солат деген сөздің де түпкі мағынасы дұға дегенді де білдіреді. Салауат деген ба? Салауат деген пайғамбарымызға сәлем жолдау. Солат деген ол намаз, дұға. Намаз дегеннің өзі де дұға дегенді білдіреді араб тілінің грамматикасында, тілінде, ғылымында, білімінде. Енді жарайды, біз алысқа кетіп қалдық қой, жаназаға тоқталайық, жабай адам. Давай. Ал соменен жаназа туралы тағы не айтасыз? Жаназа туралы тағы не айтасың дейді. Жаназа туралы айтқанда енді жан деген қазақтың сөзі, аза дегенде қазақтың сөзі, жертва деген ба сондайға да келіп қалады. Және қазақта азап деген сөздер бар, соның бәрін түп нұсқасы аз деген сөзден шығып тұр. Соның жаңағыдай басқа түрде бірдеме қылып көрсететіні. Жаңағы ең жоқ, қалай еді, азат дегенде мысалы бостандығың жоқ дегенге келеді. Аз дегенде Азия дейтін мемлекет бар, материк бар. Оның бәрі қазақтың дүниесінен. Сіз картопты жарады кесін негізі. Жарам, тапта енді. Жарып тастайын. Сіз қай жақтықсыз, өзіңіз жабай адам қай жақтықсыз негізі? Ақтөбенікімін. Ақтөбе болса құда болдыңыз ғой, менің келінім Байғанин. Жоқ, Байғанин емес мен. Орысша сөйлегеніме қарағанда Байғанин емес екені көрініп тұрған шығар. Мен Қандағашқа барып қойды, Қандағашта да болғанбыз, Ақтөбеде болған мен. Мешіттерде насихат айтып. Так, енді қараңыз.
Жаназа араб тіліндегі жаназатун деген сөзден алынған. Ғылыммен, біліммен келейік та, грамматикамен, түбірмен, логикамен емес. Аха. Жаназатун деген араб тілін әрине сіз білмей тұрсыз ғой. Араб тілін кішкене оқысаңыз, сол араб тілінде сол жаназатун деген сөзді тауып аласыз. Сөзінен алынған араб тіліндегі түбірі 3 әріптен шығады. Джим деген әріптен шығады. Нун деген әріп, зай деген 3 әріптен құралған жаназатун деген сөз. Енді бұл етістік формасынан керек. Жаназа яджнизу, яғни етістік формасынан мағынасы жасыру, жерге жасыру, топыраққа жасыру, топыраққа көму, жерлеуге апару деген мағыналарды білдіреді. Енді араб тіліндегі негізгі мағыналары жаназатунның бірнеше мағынада қолданылады. Мына араб тілі өте бай тіл, бір сөздің өзі 18 түрлі, 16 кейбір әріптердің өзі 4 түрлі мағыналарға дейін кәдімгідей кететін бір қорлары бар. Араб тіліндегі жалпы жаназатун дегеннің бірнеше мағынада қолданылатынын мен сізге мағынасын айтайын. Бірінші мағынасы өлген адамның денесі дегенді білдіреді. Жаназатун деген өлген адамның денесі. Біз оны мәйіт дейміз. Өлік деп айтпаймыз, өйткені өлік деп құстың өлігі деп айтамыз. Неге? Себебі адамға деген құрмет болғандықтан біз мәйіт, мархум деген сөз тіркестерін қолданамыз. Бірінші мағынасы жаназатунның бірнеше мағынадағы бірінші мағынасы өлі адамның денесі, яғни мәйіт дейді қазақ оны. Екінші мағынасы кебінге оралған мәйіт дейді. Немесе кебінге оралған дене дейді. Кебін деген сөздің өзі каффан, жаңағы араб тілінің осы сөзінен шығады кебін деп. Біздің қазақ тілінің жаңағы тіліне қарай ол өзгеріп айтылады. Оған да тоқталамыз кебін деген мәселеге. Кебінге оралған мәйіт, кебінделген дене. Үшінші, жерлеу рәсімі дегенді де білдіреді жаназа дегеннің мағынасы. Жерлеу рәсімі. Жаназа намазы жерлеу процесі, жерлеу рәсімі. Төртінші мағынасы табыттың ішіндегі дене, табыттың ішіндегі мәйіт, немесе көпшілік адамның алдына алып келіп қойылған мәйіт дене дегенді де білдіреді. Немесе көтеріліп бара жатқан дене, яғни адамдар көтеріп алып, иығына салып алып кетіп бара жатқан мағынаны да білдіреді. Жаназа деген мағына. Ал біздің Ханафи мазхабында мынандай пәтуа бар. Өлген мәйітті иыққа салып көтеріңдер, иықтан төмен көтермеңдер дейді. Неге? Ол мәйітке деген құрмет дейді. Қорытындыласақ, жаназа деген ол жерлеуге дайындалған, жерлеуге жуындырылған, жерлеуге кебінделген, жерлеуге оның денесі тазартылған, оған жаназа намазын оқуға дайын болған мәйіт, немесе адамдардың алдына толық дайын болып жаназа оқуға алып келінген мәйіт, толық жерлеуге мұсылмандық шартыменен рәсімге толық дайын болған дене дегенді білдіреді. Енді білесіз, біздің фиқх деген мәселе бар, бұл ислам құқықтағы мәселе, терминдік мағынасы, яғни шариғат дейміз. Бұл шариғаттағы мағынасына келейік. Жаназа деген сөздің мағынасы өлі адамға жасалатын барлық діни рәсімдер жиынтығы дегенді білдіреді ғылымда. Яғни жаназа деген оның ішіне жууда кіреді, кебіндеуде кіреді, жаназа намазын оқуда кіреді, Құран оқуда кіреді, оған дұға жасауда кіреді. Сол мәйіттің, марқұмның жанына, айтпақшы, жанына, рухына сауап болсын деген ниетпенен садақа беріледі. Садақа деген сөзде кіреді. Ол үшін малдар сойылады, дастархан жайылады, садақа таратылады. Осының бәрін толық жиынтығын ғылымда, ислам ғылымында жерлеу рәсімі бар. Намаз оқу, кебіндеу, жуу, оның артынан садақа тарату жиынтығын жаназа деп те айтылады. Ал енді оның шариғаттағы мағынасын ары қарай тереңірек кіретін болсақ, жуындыру, толық денесін жуындырып тазалап ғұсылдандыру, кебіндеу, жаназа намазын жерлеу, осылардың барлығы жаназа үкіміне кіреді. Енді
Құранда қолданылу формасы бар. Құранда қолдану формасы бар. Иә? Дафін, көму, қабір деген Құранда бар, хадистерде бар қабір деген. Қабір деген сөздің мағынасы көр, қазылған шұңқыр, қазылған үй, адамды жерлеуге дайындалған көр, үй деген мағыналы білдіреді. Маут, өлім, дафін, көму сияқты сөздер қолданылады. Енді хадистерге керек. Мен кәдімгі құжаттардан кетіп жатырмын. Пайғамбарымыздың хадистерінде жаназа сөз өте көп кездеседі. Ман солла аля жаназатын фалайхи қайрата. Кім жаназаға қатысса, жаназа намазын оқса, оған бір қират сауап бар дейді. Қират дегеніміз араб тілінде тау дегенді білдіреді. Яғни кім жаназаға қатысатын болса, оған Алла тағала Ұхud тауындай сауап береді деген мағынаны білдіреді. Енді грамматикалық жағына талдауға керек. Сарф, наху дейді бұны араб тілінде. Грамматикалық талдауда. Жаназатун, түрі, сипаты, тегі, жынысы, көпше түрі, зат есім, муфрат, жекеше, муаннас, әйел текті, көпше түрі, жанаизу, көпше түрі, жанаизу болады. Жаназалар, мәйттер. Ал енді қазақ тілінде қалай енді? Араб, жаназа. Парсы тілі арқылы түркі тілдеріне қазақша жаназа. Қазақта мағынасы кеңейді. Жаназа ол мәйт, жаназа намазы, жерлеу рәсімі. Жаназа сөзінің исламдағы маңыздылығы, мұсылманның соңғы ақысы. Яғни түйін. Жаназа араб сөзі. Мағынасы мәйт, жерлеуге дайындалған адам. Шариғатта өліге жасалатын барлық діни рәсім, түбірі, жасыру, көму. Ал енді қазіргі таңда біздің жаназа рәсімдері Ханафи мазхабының үкімдеріменен жасалып жатыр. Қазіргі қазақтың жаназасында ешқандай тәңірліктің басқа да болмаса діни наным сенімдердің, діндердің ешқандай ненің атрибуттары, сипаттары жоқ. Қазіргі жаназа қазақтың дәстүріменен исламның жаназасы бірігіп атқарылып жатыр. Біз соның арасында жүрміз. Жақсы. Мысалы, қалай ойлайсыз? Бір тілден келген затты жеткізу алмаса бәленбай сипат бере ме, или мынаққа келген бәленбай, жаңағы сіз көрсеткен жаназаның бәленбай несін айттыңдар, сипаттамасын. Ал қазақта бірақ сөзбенен сол тоқталған. Сонда дүниемізді түсіне алмай қалып, өздеріне бәленбай перевод жасап алып деп ойлайсыз ба? Или біздер олардан алып тек бір жаназа дейтін сөзге бәрін сыйдырып қойдық па? Жабай адам, біз енді дұрыс айтасыз, өте дұрыс айтасыз. Енді қараңыз, біз бір ұлтты, немесе ол ұлттың мәдениетін, дәстүрін бәрін зерттеу үшін бірінші оның несін зерттейміз біз? Әдеп ғұрпын. Содан кейін Салт дәстүрін, тілін. Міне осы жерде тілін деп айттыңыз, Тіл деген ғылым, білім, ілім, сала бар ма өзі? Әлде логикамен кете береміз ба? Тіл ма? Тіл дейтін не ғой, кәдімгі қалай еді, ғылым ғой. Мұтықпал отырмын. Мысалға филология. Филологиядан үлкен сала бар, үлкен факультет, одан кейін сала бар, тіл білімі бар. Біз мысалға кімнің тілі кімдік екенін, қай тіл қандай мағыналарды беретінін біз логикаға салып ұра береміз бе, әлде тіл деген ғылымға салып шығамыз ба, анықтап аламыз ба? Тіл дейтін ғылымға кіріп анықтаймыз. Енді мысалға мен жаназа сөзін мен тіл деген ғылымға салдым да, араб тілінің грамматикасын қараңыз, қазақ тілінің грамматикасын қараңыз, қайдан келді, шығу тегі, бәрін қарасаңыз тұр ғой. Оның бір логикаға сала беретін нәрсе емес қой деймін да, ол жабай адам. Жақсы. Енді қараңыз. Сіздің ойыңыз өзіңіздікі, бірақ сіз мені бәрібір жаңағы ойымды өзгертетіндей ешқандай ештеңе алып келмедіңдер. Мынандай қазақтың арасында сөз бар. Раушан гүлінің бәленбай аты бар екенін, соны мені бәленбай атым бар деп, ол анекдот сияқты бір деме ғой.
Сонда Қызғалдақ айтты дейді, мені Қызғалдақ десең бүкіл әлем таниды деп. Сол сияқты жаңағыдай қай тілден несін жеткізілмағандығы көрінетін шығар. Енді қараңыз, сізге бір сұрақ. Садақа деген қазақ тіліне аударса не мағына береді? Енді арабтың сөзі білесіз, жаңағы садақа таратады деп. Иә, мына осы жерде жақсы айттыңыз, жабай адам. Жалпы садақа деген сөздің керекші. Қайдан шықты деп ойлайсыз сіз? Садақа ма? Иә. Қазақтан шықты деймін ғой мен тек қана. Қазақтан шыққан дей бересіз, ол дұрыс па жалпы осы нәрсе? Дұрыс емес шығар енді. Енді менің қателігім бір өзімнің шамалы. Әркімнің бір несі олады ғой, бір қалай еді? Бір қырсықтығы ма? Мінезі ма, не? Ойы ма? Иә. Жақсы, қараңыз. Тіл деген үлкен ғылым бар да, лингвистика. Одан кейін ол тіл білімінің негізгі мәселелері, оның табиғаты, мәні, тілдің шығу тегі, глоттогенез, мысалға, оның теориясы, оның функциялары, оның фонетикасы, оның фонологиясы, оның лексикологиясы, оның морфологиясы, оның синтаксисі, оның стилистикасы. Тоқтаңыз, сіз қысқаға келіп, мысалға, садақа деген сөзді арабтық екенін айтып көрсете беріңізші, соны көрейік. Оны енді жаңағыдай бүкіл терминологияның бәрін басыма шұбыртудың қажет жоқ, мен оның бәрі түсінбеймін. Негізі бар ғой, ойбай, просто мен кішкене мен сізді бір сөйлесейінші деп қазір. Садақа деген сөзге керек. Сіз не айтасыз? Сіздің версияңызды тыңдап көрейік те, жасыңыз үлкен ғой. Жақсы. Садақа деген қазақтың ұғымындағы сөз. Садақа береді, армияға кетіп баратқанда, армиядан келгенде той садақа береді. Ол кәдімгі неде қазақтың ұғымы. Ал енді садақаны қазіргі таңда қайыр сұрау деген ұғымға кіріп кетті. Ол садақа бергенден садақаға келеді. Ал садақа деген сөздің өзі үлкен ұғымдық татулықтың несін білдіретін, дастарханның басында отырып келісетін ұғымға келеді деп ойлаймын. Оны қайдан алдыңыз? Қандай ғылымнан, қандай түбірден? Енді жақсы, мен оны дәлелдемей-ақ қойын. Ал садақа деген сөз қазақшаға аударыла ма, аударылмай ма? Қалай ойлайсыз? Аударылады ғой, не проблема? Тілдік ғылым деген керемет қой, жан-жақты аударып береді ғой. Жақсы, енді не мағына береді арабтың сөзі болса қазақшаға аударғанда? Ал сіз болдыңыз ба? Мен айта берейін ба? Айта беріңіз, иә. Ал садақа сөзінің шығу тегі мен мағынасына келейік. Садақа сөзі қайдан шыққан? Бұл садақа сөзі араб деп қазақ қоғамында көп қолданылады. Әсіресе адам қайтыс болғанда садақа сөзін көп қолданамыз біз. Солай ғой, Араб тілінен садақатун, араб тілінен енген сөз. Арабша түбірі 3 әріптен шығады. Содды, дәл, қоф деген араб тілінің 3 әріпінен түбірінен шығады. Негізгі түбірлік мағынасы сиддық деген түбірден шығады. Сиддық мағынасы шындық, ақиқат, адалдық, шынайылық. Сол Алла үшін шынайы, адал, таза, Алла деген ақиқат үшін, шындық үшін жақсылық жасау дегенді білдіреді. Енді қандай сөздер шығады одан? Сиддық деген сөз шығады. Яғни, 3 әріптен қандай сөздер шығады? Сиддық деген, шындық деген сөз шығады. Садық, шыншыл, тасдиқ, растау, сиддиқ, өте шыншыл, садақа, шынайылықтан туған қайырымдылық дегенді білдіреді. Шынайылықтан туған қайырымдылық, жақсылық дегенді білдіреді. Мағыналық байланысқа келейік. Садақа сөз адамның иманының шынайылығын дәлелдейтін амал. Садақа деген амал, садақа жасау, ол адамның иманының шынайылығының ішіндегі жақсылығының дәлелдейтін амалы. Өйткені пайғамбардың сөздері бар, біздің ислам ғалымдарының сөздері бар. Садақа ол шын иманның белгісі дейді. Яғни шын Аллаға сенген адамның белгісі дейді. Морфологиялық талдауға келейік. Оны сарф дейді біздің араб тілінің талдауында, ғылымында. Морфология, сарф, арабшасы сарф. Формасы садақа, өлшем,
Фаала жаңағы өлшем уәзіні. Яғни мағынасы іс-әрекет нәтижесінде көрінетін шынайылық. Іс-әрекет нәтижесінде көрінетін шынайылық. Исламдағы терминдік мағынасы, шариғаттағы анықтамасы садақа Алланың ризалығы үшін берілетін ерікті немесе міндетті мал-мүлік адамның өзінің ішкі жан дүниесінен шығып қайырымдылығынан шығатын дағы несі. Енді садақалар бөлінеді. Енді ерікті садақа дейді, пітір садақасы, құпия жақсылығы, жария жақсылығы, уәжіп садақасы. Мысалға аятта да келеді, мысалға Құрандағы садақа сөзіне келейік. Мысалға мен құжаттан дәлел келтірейін. Тәуба сүресінің 60-шы аятында Алла тағала айтады: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннамас садақату лил-фақараи вал-масакин дейді. Мағынасы садақалар тек қана пақырларға, міскіндерге беріледі дейді. Мысалға неге садақа деп аталады? Имам Раиб аль-Исфахани рахматуллахи алейхи Муфраду аль-Фаз деген Құранда жағы кітапта айтады: садақа адамның иманының шынайылығын дәлелдейтін іс болғандықтан осы атаумен аталды. Яғни шыншыл, шынайы адам деген мағынаны білдіргендіктен садақа деген ас-садақул бурхан дейді пайғамбарымыз. Садақа иманның дәлелі дейді. Ас-садақатул бурхан дейді. Бурхан деген араб тілінде анық, таза, шынайы дәлел дегенді білдіреді. Садақа сонда жақсылық жасау, қайырымдылық жасау ол иманның дәлелі дейді пайғамбарымыз. Яғни шын иманды адам дүниесін, шын иманды адам басқа біреу үшін, басқа біреудің қиналып жатқаны үшін, басқа біреудің киімі жоқ, көмірі жоқ, тамағы жоқ, үйі жоқ, жағдайы қиын болғаны үшін, басқа біреу үшін дүниесін қия білген адам дейді, садақа берген адам. Бұл шынайылықтың айғағы дейді. Мысалға арабтың тілінде не мағына береді екен? Достық, мен түсінбедім. Достық деген сөздің мағынасы арабшада қандай мағына білдіреді дейсіз бе, әлде арабшада айтылуы қалай дейсіз бе? Қалай, иә, арабшада қалай айтылады екен? Қоссаңызшы дейді. Я саддақа дейді. Саддақа дейді. Садақа дейді. Енді қараңыз. Жаңа қазақтың садақасы дастархан басына келіп отырып, нанды үзіп жегеннің бәрі дос дегенге келеді. Бір наны үзіп жегендер, бір нанды үзіп жедік дегендей, бір достықтарын айтатын болса, соны көрсетеді. Енді дұрыс айтасыз. Ас-саддақатул канз дейді. Достық қазына дейді. Ол да достыққа ұқсас, дұрыс айтасыз. Саддақа дейді. Садақа деген біздің садақамыз, біздің дүниемізден шыққан садақа, кәдімгі дастархан басында отырып, нанды бөліп жеуді, асты бөліп жеуді көрсеткенін, достықты көрсетеді. Ол кәдімгі сенің біреуге қамқорлық жасағаның ба, достық үшін. Енді сол араб тілінен келіп тұрға жабай адам. Араб тілінен келсе, анандай үлкен ұғым болмайды. Бізде бұның бәрі жақсы. Дауласпайық, әркім өз ойында қала қойсын. Дәліңіз жоқ қой, дұрыс қой. Жоқ, просто сізге айтайын дегенім, мына араб тілінде бір әріпті айтсам басқа мағына береді. Екі әріпті қосып шадда деген ереже бар. Соны қосса басқа мағына береді. Мысалға, жай ғана садақа десе, ол айттым оның мағынасын. Енді саддақа десе, жағы сіз айтып отырған достық мағынасын біледі. Өйткені енді бұл жерде сізге айтайын дегенім, осы саддақа дегеннің мағынасына біз амал жасап атқан жоқпыз ба? Осы сөзге келіп тұрған жоқпыз ба? Осы сөзге келіп тұрық, бірақ жаңағы таңда біздер достықты ақшаменен өлшенетін қылып, бірдемеге ақша бер, садақа бер деген әңгімеге келмейді. Садақа, достық дегеннің өзі ақшаменен өлшенбейтін зат. Ол екі адамның ортасындағы дүниенің татулықтың, жаңағы бір-біріне ілтипатын, бір-бірінің көзқарасының жақындығын, тумашылығын көрсететін ұғым. Осы жерде дұрыс айтасыз. Мен сізге осы жерде келсем, өте дұрыс айтасыз. Тек қана ол ақша мәселесі емес, мен осы сізге айтқанмын. Енді қараңыз, жабай адам, пайғамбарымыз айтқан, күлімдеудің өзі садақа деген, адамға күлімдеп қарағанның өзі садақа деген. Ал жолдан зиянды затты алып тастау
ол да садақа деген. Жақсы сөз айту, ол да садақа деген. Сіз дұрыс айтып отырсыз. Бұл пайғамбардың сөзі міне. Ол мен сізге жаңағы ислам дінін қабылда, мен сізге мойында деп айтқан жоқпын. Біз просто бұл сіз айтып отырған мағыналар, сіз айтып отырған, мен айтып отырған терминдер. Бірақ біз бір нәрсені мойындауымыз керек. Бұл араб тілінен келіп отқан, сол түбірден шығып отқан мағыналарды қамтып отырған осыны мойындауымыз керек та, білім да ол өйткені. Біз одан бір жеріміз қисайып қалмайды. Жақсы. Ешкімнің ештеңесі қисайып қалмайды. Әркімнің жаңағы ойын жетілдіріп, бірдемені білмегенімді білем деген неменен келеді. Және болмаса жаңағы кішкене пікірталас деп те айтуға болады шығар. Мысалы, садақа деген сөзді сіз араптан келді дейсіңдер. Бірақ араптан келді дегенде ол жаңағы достықтың мағынасын көрсетті. Сол достықты дастархан басында көрсететіні қазақтың дүниесінде бар. Сондықтан мен өз ойымда қалып тұрмын. Енді тағы нені қозғап едік біз? Өйткені дос деген сөз басқа мағынада келеді да, басқа сөздер де бар. Ар-риджалун аля дини халила дейді. Халил деген ең жақын дос. Мысалға, пайғамбарымыздың сөзі бар да, адам досының дінінде болады дейді. Оны халил дейді. Бұны енді мағынасы өте жақын дос дейді. Сіз айтып отырған шынайы жан дүниесімен дос дейді. Халил дейді. Мысалға, менің досым өте жақын дос. Сондықтан да баламасы ғой біз айтып отырғанымыз. Садақа жағды, садақа, хулла. Енді бұл жерде жабай адам, бұл жерде рухани терең жүрекке жақын достықты айтып отырсыз ғой сіз. Ана жүректің түбіндегі достықты айтып отырсыз ғой. Дұрыс па? Жақсы. Ендігі таңда жаңағы әумин деген сөзді әмин деп айтайық енді. Не деп айтайық? Бірақ батадан бұрын бүкіл діндер болмаған шығар деп ойлаймын. Жаңағы бүкіл дінде әмин деп айтылады. Енді әр жерде әртүрлі айтылуы мүмкін. Аударейінсін өзгертіп, несін өзгертіп. Ал сол әумин деген сөздің шығу тегі о дүниеден бастап әлем сақтан дейміз ба? Сол кезден келе жатқан ұғым. Ал енді бата сонда бұрын болған, әумин деген сөз артынан басқа діндерге тараған деп мен ойлаймын. Сіз қалай ойлайсыз? Сіз логикамен ойлап отырсыз ба? Немен ойлап отырсыз? Енді мен шығу тегіне қарап деп логикамен дейінші. Жабай адам, сіз бұл методиканы қайдан алғансыз? Неге логика дей бересіз? Қызық болып тұр да маған. Енді мен өзім ойланып жетілген жерге ой менен жеткен жерімді ойлайыншы, айтайыншы. Ой санам деймін ба, қалай айтам? Ойлану. Не бұл дүниеде мынаның бәрі қайдан шықты екен? Неден пайда болды екен? Ол неге олай? Мынау неге бұлай? Мына сөздің мағынасы ана тілде қалай, мына тілде қалай? Енді мен көп тіл білмеймін. Мына компьютерде де дұрыс үйрене алмай жүрмін. Жаңа қанаттың шығып кеткен, одан басқа бәленбай перевод жасайтындай нем бар ма жерде? Жазып қойған заттарым. Мысалы, душаны қалай аударылады? Душа қалай аударылады екен ал? Қарайсыз ба? Мен бағана бар ғой, жабай адам, маған бір минут бересіз ба? Сізге бір өтінішім болып тұр. Бағана біз анау бата, дұға деген нәрсе бір өтіп едік қой. Иә. Мынау Бұхар жырау атаны танисыз ба? Бұхар жырау? Аха. Танитын, естуім бар. Сол кісіні біраз оқысаңыз, кішкене көп нәрсені түсінер едіңіз деп сізге бір кішкене бір нем бар еді ғой. Ұсынысым. Жақсы. Аха, соны бір Бұхар жырау атамыздың бір нелерін көрсеңіз. Сосын жағы әмин деген сөзге келейік. Әмин деген сөзді сіз енді логикалық тұрғыдан, сіз сонда анау жағы лингвистикалық, тілдік ғылыммен сонда талдамайсыз ба? Логикамен ұра бересіз ба? Жоқ. Әмин деген сөз дедің бе? Қазір сөз мен шыт ойланып отып, естімей қалдым сені. Кешірерсің. Ойға кетіп қалдым жаңа. Аха. Көп ойланбаңыз, кешігесіз жабай адам. Нені айттың, естімей қалдым. Жаңағы анау сіз мысалға әмин деген сөзді талдадыңыз ғой өзіңіз шенінде. Иә. Сізді, жалпы мен сізді бағанадан бері байқап отырмын, көп жағдайда логикаға сала береді екенсіз, иә? Енді мен осы жерде сізден сұрайын дегенім, лингвистикалық тіл ғылымы бар ғой, кәдімгі морфология, фонетика. Иә. Сол тіл ғылымына салмайсыз ба сонда?
Тіл ғылымын енді мен көп біліңкірмеймін ғой, сосын енді мысалы бір жерге жетудің бір есептің шығаруының екі-үш түрі бар. Мысалы умножениемен жететін жері бар, тангенс котангенспен жететін жері бар, жаңа тригонометрия дейтінмен жететіні бар, жайлап қосумен жететіні бар, бір деп санаумен жететіні бар. Мен өзім жолым таңдаған жолым осындай. Мүмкін өзге дұрыс емес шығар. Логикамен, тек қана логикамен жүріп ақиқатты таба аламын деп ойлайсыз ба? Жоқ, енді мен оны таба аламын деп ойламаймын шығар. Но бір өзімне ұнайтын шешімдерге келем. Енді сізге бір сұрақ. Амин деген сөзге келейік та. Амин деген сөзді талдамаймыз ба? Талдап сал. Мен оны айтып кеттім, мен оны қосарым ештеңем жоқ ол жерге. Тағы қандай қосарыңыз бар? Айтыңызшы, қандай мағынасы бар тағы да? Болды, мен басқа қосарым жоқ, айта бер. Енді амин сөзі қай тілден? Әумин деген сөз қазақтікі дедің ғой, енді мен одан енді... Әумин ол жағы қазақтың тілдік айтылу ерекшелігіне қарай өзгертілген. Мысалға, біз Мұхаммед пайғамбарды Махамбет дейміз. Махамбет. Ахмет, рахмет деген... Бұл біздің мысалға Алла жар дегенде алда жар дейміз. Ол біздің тіліміздің жағы несіне қарай, табиғатына қарай өзгеріледі. Бұны да тіл ғылымы жақсы біледі. Енді біз әминді әумин дегенге тілдік ерекшелігімізге қарай өзгертіп атамыз. Бірақ осы жерде мен сізге бір нәрсені айтайын. Әмин деген сөзді әумин деп айтуменен ешқандай мағынасы өзгермейді, проблема жоқ. Бірақ бір мағынаны білдіреді. Енді бұның әмин деген жағы тілдік мағынасына келейік. Негізгі араб тіліндегі түбірден шығады. Әмәна деген түбірден шығады. Үш әріптен шығады. Алиф, мим, нун деген үш әріптен құралған түбірі әмәна. Әмәна деген сөзден. Мағынасы әмәна, қауіпсіздік, аман болу, бейбіт болу. Аманшылық деген сөз жағы біздің қазақша баламасы. Амандық мысалға. Негізгі мағынасы қауіпсіздік дегенді білдіреді. Амана, амандық. Әне жерде алиф тұрады, өзгереді, кейбір тәжвидтерге байланысты мағыналар өзгертіледі. Амана, аман, мысалға амандық. Иман ету, растау Алланы. Мұмин, мұсылман. Яғни бұны неге айтып отырмын? Просто осы үш әріптен осындай сөздер шығады деп отырмын да. Енді осы үш әріптен әмин деген сөз шығады.